Сәлем достар. Бүгін біз аэропорттамыз. Қай жаққа бара жатырмыз? Турцияның Анталия қаласына бара жатырмыз, достар. А3 каналына қош келдіңіздер. Достар, наконец долгожданный отпуск бізде балалармен бірге. Осы жылдың басында Мальдиваға кеттік, Дубайға бардық. Енді балалармен бірге Алла жазса Түркия еліне саяхаттамақшымыз, Алла жазса. Мінекей ресторанмен кеттік. Басыңыздар, комментарий. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Молодец, доча. Колокольчик басыңыздар. Подписаться етіңіздер. Ой, рахмет. Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Ал бісміллә деп біз жолға шығып бара жатырмыз. Ал, наконец-то. Бас, Әмір. Итті бас. Бас, астына. Көңілге қалай, настроение қалай? Ана чемпиондар келді ғой деймін. Мен өзімнің телефонымнан тоже. Давай, түсір. Ал, достар, паспортный контрольден аман-есен өттік. Қазір Алла жазса мен мына ресторан ашамыз. Duty Free'ға барайын деп тұрмыз. Түндер балалар, Duty Free'ға кеттік. Жүр. Міне, келдік Duty Free'ға. Қазір ішіне келеміз де неше түрлі. Дұрыстап отырайын. Қазір духилар көреміз неше түрлі. Мына жерден өтіп кетеміз тез. Міне. Міне духилар, айзара қарандар. Одеколондар. Бізде ең қызығы А3 каналымыз. Біз А3 бұқтан өтіп бара жатырмыз. Кеттік. Айзи, жүр. Түндер. Ал Эйр Астана самолетімізге отырдық. Балалар орналасты. Қарандар, балалар. Айзи, қара. Ойындар ойнап отырсың. Аяр қара, доча. Қанат, самолеттің қанаты. Қазір. Ой, жұмытшы көріп атыспайсың сен? Молодец. Ал распаковка жасайық, мінекей жастық беріп атыр, су беріп атыр. Одан керек жарақтар, мінекей самолетке керек жарақтар береді екен. Мінекей. Қазір распаковка жасаймыз. Қол жүгі ішінде керек нәрселер барлығы бар. Ал. Нәски бар. Қарандар. Нәски бар. Ал. Зубная щетка бар. Ручка бар. Рейсте қатысуға Астана Анталия рейсінің ұзақтығы 5 сағат 30 минут. Басты мақсатымыз жолаушыларымыздың қалуын қауіпсіздік бұзақылықтарынан назар аударуыңызды өтінеміз. Сіздерге сәт-сапар тілейміз. Ұзағымызға рахмет. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Командир корабля и член экипажа приветствует вас на борту рейса номер 215 с сообщением. Астана біздің балаларға керемет сыйлық сыйлап жатыр. Ана ашыңдар, қайыр ашасың ба? Көр, давай. Жат не жазып ашады. Айзарана саған. Рахмет, спасибо де. Рахмет. Давайте, айыр екіміз аппакиік жасайық, давайте. Мәссаған, күшті айыр қара. Ау, күшнік айыр. Ста. Тюка бар. Не бар да? Раскраска бар. О, міне раскраскаға фломастерлар бар. Сумочка бар. Ол ана надувная подушка. Сумочка бар, міне косметичка. Ішінде бірдеме бар. Не бар ішінде? Карандаш бар. Біраз нәрсе бар екен. Ашықсы болып тұр ма? Ашық көрейік мынаны. Наушник бермесін де. Онан қарандар, брелок бар. Компас, Амір. Қара. Қара, компас. Брелок бар. Молодцы, Эйр Астана күштігі. Радует. Айза, сен
Міне бізде де наушник бар аяруда әмірде. Қамыз ғой аты үші. Мынандай завтракты көріп қалай тұрмасқа дедік. Әмір уже пісіп бітті. Аяр қышын ма? Завтрак. Сосиска халал. Әмірден бірге. Достар, өттік, мінекі паспорттың контроль барлығынан өттік. Енді қазір машинаға бар жатырмыз. Сидеге алып барамыз, Сиде қаласына. Жатам, қалдарың қалай? Ұнап жатыр ма? Күн ыстық та? Ұнап ыстық жанып тұр. Мына стормен кетіп бара жатырмыз. Автобусқа отырдық, микроавтобус. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, барлықтарыңызға жалын сәлем. А3 қазақ YouTube каналына қош келдіңіздер. Колокольчик басыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал біз түрігеліндеміз достар, біздің қазір отельге обзор жасайтын боламыз. Бұл Түркияның Сиде қаласы. Жаңа тұрған жер, мына жер ғой. Ал мұна біздің отеліміз достар, Crystal Sunset Luxury Resort and Spa деп аталады. 5 жұлдызды біздің қонақ үйіміз. Осы достар, осыған қазір полный обзор жасайтын боламыз. Іші сыртын барлығын ұстап көрсететін боламын. Мына түрік елінде барлық тілде көбінесе мінеке welcome дейді, қош келдіңіз дейді, одан кейін добро пожаловать дейді. Көбінесе ағылшынша, түркше, орысша, немісше көбінесе жазып тұр достар. Көп жерлерде бар, түсінеді. Орысша түсінеді. Енді мінеке осы жерден бастайық. Crystal Sunset. Бұл 5 жұлдызды қонақ үй. All inclusive, ультра all inclusive. Креверс сүрек мінеке. Кристалдың креверс дәл осындай жарқыраған көн. Аспалы шам. Одан кейін мына жерде ресепшн. Одан кейін мінеке мына жақта лобби бар. Барлар көп бұл жерде. Біз уже 4 күн болдық па? 4 күннің ішінде барлығын аралап үлгердік. Мінеке сіздерге подробно былай көрсетейік. Мінеке біз мұнаның 3-ші этажындамыз. Негізі өзі отель 7 этажды. Бірақ минус 2 этаж астына қарай түскен. Қалай деп бізді басында таң алғанбыз, сөйтсек 9 этаж екен. Өзі таулы қыратты жерлерде орналасқан екен. Сол себепті былай қарап отырсақ, мына жерде кіп-кішкентай көрінеді ғой, бірақ мынау алаңды аралап кету үшін біраз уақыт керек негізі. Қаншама алаң бұл жерде. Бассейндер, мінеке осы бассейндер, және де осындай аквапаркімен әдейі алдық балаларға қызық болу үшін. Балалар көбінесе осы бассейнда ойнады. Енді сіздерге былай қарай көрсетейік. Обзор. Лифттар жылдам, 4 лифт бар. Удобны, бүкіл жақтарға барады. Мына жақтарда минус 1-ге қазір түсіп, қазір қарасы мінеке кешкі ас уақыты, яғни ужин уақыты. Адам көп, негізі аз деп айта алмаймын. Осы отельде мысалы 5000 адам сейді, соның 2500 адамы жүр примерно осы жерлерде. Так, мінеке минус 1-деміз, осы жерде ең үлкен ресторан осы. Одан бөлек 5 па 6 ма а-ля карт ресторандар бар. Irish pub дені, паптарды санамағанның өзін а-ля карт ресторан деген. Яғни барып, бесплатно заказ бересіз, меню бойынша әкеп береді. Кофе паб дейді, в общем, ажақта мороженое дейді. В общем, барлығы осында обзорды осылай примерно жасап берейді сіздерге. Мұна минус 1. Минус 2-де сіз далаға шығып, кәдімгі далада жүресіз. Бірақ жаңа 1-де жүрдік, енді минус 2-де жасына түскіңіз дала, 1-де жүрсең даласыз. Мен қалай деп ойлап едім, сөйтсем, бұл таулы жерде орналасқандықтан сондай екенін оказывается. Минус 2-ші этаж, тағы да далаға шығамыз. Сансетті көрдім ресторанда. Оның обзорын тағы көресіздер алдағы уақытта. Лифтпен қазір 7-ге көтерілеміз. Кеше ғана 3-те болдық. 5-ті де көреміз қазір.
аля карт ресторандар ғой. Ал -2-ге түстім. Жаңа дала дегеніміз мінеге действительно -2-де. Тура сол кәдімгі жерде жүрсін. Қайтадан. Адамдардың барлығы ужинға кетіп қалған. Бассейн уақыты жабылды. Кешкі 6-да жабылады. Отельдің сыртқы келбеті дәл осындай. Бұлай көрсетейік сіздерге. Қайтадан бір шыражға көтерілдім, арнайы көрсету үшін. Алақандағыдай болып көрінеді екен біздің отель. Дәл осы жерден. Күшті вид. Ал мынау көрініс отельдің үстіндегі көрініс бұл. 7-ші қабатынан дәл осындай көрініс түседі. Қазір мына жерде тамақ ішіп жатырмыз. Тамақ ішу алаңы. Сөресі кересін. Ал достар, біздің отельге, біздің номерге рум-тур. Мінеке, семейный номер бізде. 2 кровать, мына жерде телевизор, мына жақта санузел үлкен. Мына жақ главный номер, біздің номер. Міне, қарандар. Күшті кәдімдей. Бірақ несі қалаға қарап тұрады екен. Вид. Бірақ семейный номерлердің барлығы солай екен. Бірақ мош, тыныштық. Теңіз мына жақта. Отель осы қазір көрсетеміз. Болмыз. Әже қалай? Кристал отель сейт қой бұндай. Египет Альбатрос болса, бұл жерде кристалдар мықты екен. Мощный қарсы алып жатыр. Семи Жандильдиных и Адижан дейді. Мы рады приветствовать вас дейді. В общем, мынау жатыр пока. Біз пляжға келдік. Біздің Кристал деген отельдің пляжы мынау. Мына көк шезлонгтардың барлығы әмір-әнші ойнап жатыр. Барлығы мына біздікі. Мына жер енді қатты сезон емес, бірақ сонда да теңіз кішкене салқындау екен, жай салқындау. Дене үйретіп алсаң күшті, бірақ полезно. Балаларды засады екен уақыт келдік. Күшті кәдімгі. Мощно. Мощно болды. Мен өзім үйреніп кеттім. Вообще тонбайсың. Шыққаннан кейін обычно тонатын едім ғой. Мен бір риза болғаным мына заброшка мына жердегі. Мына отель. Заброшка мына көрініп тұр ма? Шөптер шығып кеткен. Бірақ былай қарасаңыз, виду мощный отель сияқты, ең үлкен отель сияқты ішінде. Пляждың қасындағы первая береговая линия. Жазда істетсең, мұны алсаң, мощный болады. Әмір! Күшті кәдім, теңіздің. Уже бізге жып-жылы болып кетті. Қаралдары мощный мынаның. Просто теңіз тұзды болып тұр, айтшы, түсіруші едім сотканы. Египетті түсіріп, бәлесіне қалғам. Давай. Давай. Тамаша. Давай. Бір, екі, үш, көзін жым. Ой, молодец, доча. Достар, қараңыздар, мен жим. Бар. О, молодец. О, на волнаны қара. На волна күшті кетті, көрінер ме? Аяр қара. Бассейндар осы жер, горкалар. Мына Кобра деген ең үлкен осыған барамыз, әлі барған жоқпыз. Кобра. Әмір-әне келіп жатыр. Давай, кел! Молодец! Майзар екеуміз күшті жер тауып алдық, да, іздей? Детский зона тауып алдық. Қара. Сразу пластилин ойнап отыр Айзар. Ой, молодец! Мына жақта детская зона. Балаларға ойнайтын, в общем, барлығы бар екен. Мына жақта не жемейін дейсің, любой нәрсе бар. Мына жақта вообще күшті балалардың ойнайтын алаңы.
Сосын ең қызығы балалар жиналған кезде мынадай кинотеатр бар екен, синема. Мына жақ вообще күшті екен. Мына жерде телевизор қойылады, сосын балалар кино көреді. Жағдайын бәрін жасап қойды да. Мына екеуміз футболға келдік. Бір футбол ойнап жатырмыз. Кішкентай барғаталарға. Давай. Гол! 2-1 Әмір. Басталды. Әмір тағысы келді. Kedesi korkadan qaza Әмір шығады мына жерде. Міне Әмір келеді. О! Çok söyledim adam video çekemedi. Anlaşıldı da ben adamla konuştum da yetişemedim. Dur bekle yeni geldik çıkmak üzere.